Күйеуіммен ажырасып кеткем. Өйткені мардымда ақша таппайды. Оның үстіне көлігінің кредиті бар. Арасында жетпей жатса, менен сұрап алады ақшаны. Жыртығымды жамасқанның орнына өзі маған салмақ. Ақыры ақшаңды өзің тап, өз кредитіңді өзің жап, өз алдыңа өмір сүр. Менің басымды қатырма деп екіге айырылысып кеттік. Ал мен маникюр-педикюр жасаймын. Тырнақ әрлеушімін. Бір айлықтан екінші айлыққа зорығып әрең жетемін. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне ақша салып жүрмін. Жеңілдікпен пәтер алсам ба деген дәмем бар. Сол үшін үнемдеймін. Тойып тамақ ішпейміз. Жарытып, дұрыстап киім де алмаймыз. Балам ешқандай ақылы секцияға қатыспайды. Сабақтан соң тура тартып, маған жұмысқа келеді. Кешке дейін қасымда болып, бірге қайтамыз. Үй қала сыртында, жол ұзақ, ол да шаршатады. Әйтеуір түк пайдасы жоқ еркектен құтылып, бір жүгім жеңілдеді. Әйтпесе, жұмыстан соң дүкен құрып тұрса, тағы қызмет қылуым керек түн ортасына дейін, оның бабын табамын деп. Сұрамай келе беретін туысқандары тағы бар. Не айтасыз? Қатты шаршап жүрмін негізі. Менің қасымда Сая деген келіншек бар. Ол да мен секілді жалғызбасты. Бірақ мен секілді қиналмайды. Қыз екеуі үнемі қымбат киім киіп, қымбат әшекей тағып, жасанып сыланып жүреді. Тамаққа келгенде де мен секілді үнемдей бермейді. Қызың қайда десең, бассейнге кетті, тағы бір сұрағанда биге қатысады деп жатады. Оның бәрі ақша. Ақыры шыдамадым. Қосымша басқа жерде істейсің бе деп сұрадым одан. Жоқ дейді. Сонда қалай жеткізесің? Әлде бұрынғы күйеуің жақсы алимент төлей ме дедім. Қайдағы алимент? Су жұқпас біреу болатын. Қайта келіп мазамды алмағанына рахмет айтамын дейді. Осылай бір әңгімені тоқтаттық. Бір күні жұмыста солқылдап жылап отырсам, балам шалбарын жыртып алыпты. Оның үстіне үйдің шатырынан су ағып тұр. Септик ол толып қалған. Бәрі ақша. Сұраған адамдарым ақша жоқ дейді. Сөйтіп жүргенде телефонымды түсіріп сындырып алдым. Енді балама қайтып хабарласам деп қорқып жылап жібергем. Сая қасыма келді. Жағдайымды айтып жатырмын. Шаршап кеттім деп қоям. Ақыры ол жеңімнен тартып сыртқа жүр деді. Үйдің қалтарысында тұра қала темекісін тұтатқан Сая. Бұл арадағы ақша маған да жетпейді. Мен де сен секілді қиналғам. Демалыс күндерде жұмысқа шығып көрдім. 2 айдан соң ұшып түстім. Тапқан үстеме ақшам еміме кетті. Дәрі алдым. В общем, болмай кетті ештеңе. Бәрін көндім. Сөйтіп бір амалын таптым. Мен оған көндім. Сен оған қалай қарайсың білмеймін деді. Бір әңгіменің шетін қылтитқан ол, ары қарай айтайын ба дегендей маған көзін қадап. Мен жанып түстім. Айтшы деймін. Ешкімге айтпайсың ғой? Мен айыптамайсың ғой деді. Жоғада күнімді көре алмай жүріп, елде нем бар деп қоям. Сөйтсем, Сая күндіз тырнақ әрлеу жұмысынан шыға салып, екінші жұмысқа кіріседі екен. Пәтерінде еркектерге қызмет көрсетеді. Өзі сөйтіп құлаққа жеңіл тиетіндей етіп айтты. Әйтпесе жезөкше ғой. Сағаты 10 мың дейді. Ойбай, қалай сағаты 10 мың? Мен бір түні 5 мың деп есептеп едім ғой. Бұл жағынан хабарым бар адам құсап ойланып қоям. Бір жағынан ол да ыңғайсыздамай әңгімесін жалғай түссе екен деп тұрмын. 5 мың теңге деген қазір баға жоқ. Ол Сейфуллиндегі қыздар ғой. Перденің ар жағында жасайтын. Оларға қазір ешкім бармайды. Барса, ауру жұқтырып шығады. Қазір мен секілді персонально жеке қабылдайтындар көбейген. Мысалы, мен күніне кешкі 7-ден 11-ге дейін 2-3 еркек қабылдап 20 мың теңге табамын. Көбіне еркектер жұмыстан қайтар кезде соғады. Түні бойы сенімен ешкім жатпайды. Бір жағынан күйеуім жоқ, ләззатымды қандырам. Тағы бір жағынан ақшаны осылай табам.
Интернетке телефон номеріңді жазып қоясың, тұрақты клиент тауып аласың, болды. Басында көмектесіп жіберем. Егер қаласаң, жолын көрсетемін. Көп келіншек сөйтеді. Күндіз өз жұмысын істейді. Ол бір айлық күн көріске жетпейді. Содан кешкісін мен сияқты жасайды. Түгі де жоқ. Есесіне балаң да тоқ, өзің де тоқ. Қатты қиналмайсың. Мә, күніне 20 мың. Тамаша ғой. Сонда 200 мың теңгені оп-оңай тауып тұр ғой бір айда. Менің де ойым кетті. Бірақ жеме-жемге келгенде қорқып кетеді екенсің. Көп келіншек сөйтеді деген сөзде құлағыма жағып қалды. Бірақ жезөкше деген аты қандай жаман. Осы арам ойымнан жеркеніп, ыза болып кеттім. Саяқ айттым. Алдымен бір жақсылап шекші дедім. Ішіп алып, билікті қарғап сіледік. Кредитке байлап, мардымсыз жалақы беріп, қымбатшылыққа ұрындырып, отбасын бозып жатыр. Еркектер құл болуда, ал әйелдер жезөкше болуда деп кінжілдік. Мүмкін биліктің еш кінәсі жоқ шығар. Бірақ әйтеуір өз-өзімізді ақтап алғымыз келіп кетті бір кезде осылай. Әзірге ондай жолға түскем жоқ. Бірақ ол ойымда бар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар?